Сәлем достар. Көкжидектің пайдасы. Көкжидектің құрамында дәрумендер, белок, май, көмірсулар, минералдық тұздар, органикалық қышқылдар мен хош иісті заттар бар. Оның жемісі дәмді, шырынды әрі денсаулыққа пайдалы. Бұл жидектің құрамында созылмалы қабыну салдарын жоюға көмектесетін табиғи аспирин бар. Көкжидек зәр шығару жолдарының бактерияларын жойып, антибиотик ретінде әрекет етеді. Көкжидек С және К дәрумендеріне бай. Бұл зат алмасу процесін жақсартуға, суық тигенге қарсы таптырмас дәрумен. Сонымен қатар көкжидек кальцийдің ағзаға жақсы сіңуіне, сүйектердің қатаюына көмектеседі. Бұдан бөлек құрамында А провитамині, В1, В2, П дәрумендері кездеседі. Көкжидектің құрамында фосфор мен кальцийдің минералды тұздары, табиғи лимон қышқылы, алма қышқылы және бензой қышқылы 6 түрлі амин қышқылдары кездеседі. Көкжидектің зияны. Егер көкжидекті көп мөлшерде қолдансаңыз, аталған пайдасы жойылып, ағзаға зиян болуы мүмкін. Көкжидекті мөлшерден тыс көп қолдану бас ауруын, жүрек айнуын тудыруы мүмкін. Ағзада антиоксиданттардың көбеюі оттегінің бұлшықеттерге зиян келтіруін қалыптастырады. Көкжидектің калориясы жоғары емес, 100 граммына 61 кал. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.